Сәлем достар, бұл қарапайым математика және сіздермен бірге мен Мейірбек Жоламан. Бүгін біз жай бөлшектерді қосуды үйренеміз. Кеттік. Так. Енді қараңыздар. Жай бөлшектерді қосу үшін олардың ортақ бөлімдері бірдей болу керек. Ортақ бөлімдер деген қалай? Яғни мына астындағы сандар ғой. Мына бұлар деген бөлімдер деп аталады. Мысалы 12 деген ол бөлімі, мына 12 тоже бөлімі. Үстіндегі сандар ол алымдары. Так, енді олар бөлімдер бірдей болатын болса, біз соны сол күйінде қалдырамыз, ал үстіндегі сандарын қосамыз. 7-ге 3 қосам, ол 10. Так, сосын оларды деген ары қарай қысқартуға болады. Ондай да кездер болады, мысалы. 10-ды 2-ге бөлеміз, 5 болады. 12-ні 2-ге бөлеміз, 6 болады. Сонда ол 6-тан 5, 8-ге қосып кетті ма? Так, келесі. 21-ден 1 қосылған 5-тен 3. Мынау деген, қараңыздар, біреу 21, асты біреу 5. Бұл деген астар бірдей болу керек қой. Қазір бірдей емес. Қалай бірдей қыламыз? Мен мысалы деген бірдей қылу үшін мынандай тәсіл қолданамын. Мысалы 21 енді 5-ке бөлінбейді да. 21-ді 2-ге көбейтсем 42, ол да бөлінбейді. 3-ке көбейтіп қараймын, 4-ке көбейтіп қараймын. Ол 5-ке көбейткен кезде ол келеді. 21-ді сонда 5-ке көбейтем, ал мына 5-ке 21-ден берем. Сонда бізге асты деген 105 болу керек. Асты 105 болып кетеді міне. Так, үстіндегілерін қосамыз. 5-ке 1 қосам 5, 21-ге 3 қосам, ол 21-ді 3-ке көбейтем 63. Так, тең болады. 105-тен 68. Так, дұрыс па бәрі? Так, келесі. Енді. Так, жаңағыдай ғой сол. 8-ді 6-ға бөле алмаймын. 8-ді 2-ге көбейтсем 16, ол да бөлінбейді. 8-ді 3-ке көбейтем 24, ол бөлінеді. Сосын 8-ді 3-ке көбейтем, 6-ға 4-тен берем. Асты 24 болу үшін. Так, сонымен 3-ді 3-ке көбейтем 9, 8-ді 3-ке көбейтем 24, қосылған 4-ді 5-ке көбейтем 20, 4-ді 6-ға көбейтем 24. Асты деген, сонда асты 24 болды. 24-тен 29 тең болады. Бірінші 24-ті сразу жазып алайын. Мен бесеніп жатырмын. Бұл деген бұрыс бөлшек деп аталады. Яғни үстіндегі сан үлкен, астындағы сан кішкентай. Бұны бұрыс бөлшек дейді. Б деген әріп. Мысалы мына бөлшектер олар дұрыс. Себебі деген үстіндегі сандары кішкентай. Енді мынандай бұрыс бөлшектерді аралас санға айналдыру деген бар. Оны деген сізге қазір жоғарыда видеосын қалдырып кетемін. Так, сосын 29-ның ішінде 24 деген неше рет бар? Ол 1 рет. Сонда 1,24-ті жазып қоям просто так. 24-ті 1-ге көбейтем 24, оған неше қосқанда 29? Ол 5. Бітті. Келесі. Үлкен жай бөлшектер. Оларды қосуымыз керек. 3-еу деген, 4-еу дегенім ғой. Так, біз бүйтеміз. Үлкен сан қайсысы? 21. Оны 21 қазір 9-ға бөлінбейді. Ол вариант бола алмайды. 21-ді 2-ге көбейтем 42, ол 9-ға бөлінбейді. 21-ді 3-ге көбейтем, ол 63. 63 9-ға бөлінеді ғой. Так, 21-ді 3-ге берем. Маған 21-ден берем. Маған самый главный асты 63 болу керек қой. Сондықтан да мынаған 7-ден берем, мынаған 3-ден берем. Барлығының асты 63 болып кетті. Все, 63 жазып қоям. Енді үстіндегілерін көбейтем. 3-ді 15-ге көбейтем 45, 21-ді 1-ге көбейтем 21, 7-ні 2-ге көбейтем 14 жазып қоям. Сосын 6 3 18. Мынаны бәрін қоссам енді үстіндегілерін. Так, 45-ге 21 қосқанда 66, 66-ға 14 қосқанда 80, 80-ге 18 қосқанда 98. Үсті 98, асты 63. Енді 98-дің ішінде 63 неше рет бар? Ол 1 рет. Сонда 63-ті просто жазып қоям бірінші. Сосын деген 1, 63-ті 1-ге көбейтем 63, оған неше қосқанда 98. Әрине 35 десен да. Так, 35. Сосын бар ғой, мына 1,63-тен 35 дегенді біз қысқартуға болады. Яғни астында үстінде бірдей санға бөлеміз. Мысалы астын 7-ге бөлем да 9 болады. Үстін 7-ге бөлем 5 болады. 1,95. Міне, шықты. О, соңғы бөлшек қалды. Енді қараймыз. 20 деген сан 3-ке бөлінбейді. Значит, болмайды. 20-ны 2-ге көбейтем 40, 43-ке бөлінбейді. 20-ны 3-ке көбейтем 60. Вот, ол 60 деген 3-ке бөлінеді. Так, 20-ға 3-ден берем мына жерге. Мынаған 6-дан берем, мынаған 20-дан берем. Бәрінде асты 60 болды. Жазып қоям. Сосын үстіндегілерін қосам. 3-ке 1 қосам. 3 бірім. 3, 6 3-ім 18. Сосын 20-ны 2-ге көбейтем 40.
үстіндегілердің бәрін қосатын болсақ, 40-қа 18, 58, 58-ге 3, ол 61. Так, асты 60. Так, 61-ді 60-қа бөлген кезде нешеден береміз? Ол 1-ден береміз. 60-ты жазып қоям. Сосын 60-ты 1-ге өйтем 60, оған неше қосқанда 61, ол 1. Все, бітті. Достар, енді алда уақытта бізде одан да керемет сабақтар шығады. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.